Neşe gelinim var? 5 gelinim var. Boş yerde mi? Birevi, dördüğü de boş yerde. Şakır adını atar. Ülgül, Arımgül. Kim? Arımgül. Arımgül demek. Arımgül. Sosun. Zülfiye. Sosun. Zoya. Zoya kayda. Balkaş. Balkaş. Dördüğü boş yerde ya. Kimdir? Zoya, Arımgül, Balkaş. Kim? Ne kadar? Necip. Kim? Sen ne bileyim bak? Ay Allah'ım. Kim? Necip ettim. Kim yiyor ki? Odan yiyin kim? Kimsin? Sen yıkıyorsun orunlarını bilsenler şey. Arkadaşım ortalar. Odan yiyin kim? Kim? Sosun? İsmin? Balkaş? Zoya? Arımgül. Gösterdiğin kaç yaşından beri tanıyorsun? 31 yıl oldu. Bugün sodan beri karayın. Son 31 yıldan beri gösterdiğin sen Turan ne oyladın bilesin ben? Men turалы олардың не ойласын? Мен оларға тілекшімін. Yok, sen onlara tilekçi, onlar sana tilekçi mi o bilekte? Қазір көрейік, сәл рүмкіл былай қарай кішкене. Алғаш, бір минуттың ішті. Жақында кім көрем? Рүмкіл. Мына отырған кісіні қалай атайсың? Мама. Точно. Точно. Сенче. Апа. Сенче. Апа. Сен. Апа. Ya Rıngül'de mamalat buna şu mamalat kalatsın. Birinci o yem toğuştu. Közünde açıp görgünüm, ağzımda açıp sügünüm deysin. O ödemi. Bırak o gözde jastan koydum konkret mamalattı bu. Buna şu ünyes mamalat kalatsın. Onlar aralar. Onlar da Rıngül mamalatı göre gidip desin. Bırak şu mamalatayım var. Ha? Apa da demirsin. Evet. Kimden kalayatağını bilemiz kazır. O kişi uyuyor çok kez diye. Kırımgül. Bәріңе. Bir жақат едік. Мысалы бір жолдастарына ма, құдағиларына бір тойға кетті. В общем, жоқ үйде. Сен төртеуің мысалы шай ішіп отырсыңдар. Бұл кісі жоқ кезде. Сол кезде өзара орысша айтқанда между собой мына кісі жоқ кезде не деп атайсыңдар? А? Мама дейміз. Сен фантовать етпеші. Не істейміз? Бәсе, шағады қазір көресің. Мынау қазір орын дейді қазір. Не деп атайсың жоқ кезде? Апа. Қойса. Шыныңды айтса. Апа. Мама айтады қазір. Айтып отырмын ғой, біраз нәрсе білдіреді осы. Мен негізі Китай келемін. И что? Мені өзі 11 жыл оқытып, өз түсіріп алған, так что міне апа. Сен какой-то бір размер шақыртып алған. Так, сен ше? Апа деймін, мен 19 жылдан бері енеммен бірге тұрамын, енемнің қолында апа деймін. Hoş bir dokunsın bana gibi. Tak, mına kısının жақсы көретін тамағы қандай? Лапша. Так, sen жасаған лапшаны жақсы көреді. Так, Зульфия. Сен өзің менюің жоқ па деп айтсайық, сен жасаған қандай тамақ жақсы көреді? Сен үйіне барғанда. Ет, так, Зоя. Манты. Сен өзің жақсы көретінді айтып тұрсың ғой. Так, балқаш біледі енді, қолында тұрады ғой. Етпен сол кеспен салғаш. Қайсысы дұрыс айтты? Балқаш. Ана үшеуі құлаққа теуіп тұр десең, қара болғанатқа. Балқаш сен очком жиналды. Ана үшеуі отырғанып тұр. Бірақ айтайын енді, бергенін жиып қой десейші. Сол ғой енді. Так,
bilmeyin. Şimdi bilmeyeceğiz. Ben soruyorum. Biz endi qo'lda turmadik qo'y. Yarsınız tabii. Gündüz seriyalı aman dedi, birge qaraymaydi, kadri to'xtab qolmasin, ish narsa qaramaymiz. Uyda televizor o'rdak ketdi mana. Qaysi dursa aytdi? Balxash. Albash. Sen bilan birga ne istab yursin? Sho'rlikka sağan qarab, balxash deb qaradi. Ha? Mana cho'tib mana bunday istaydi. Ha? Son ba'zi жағдайымды жасайтын келдім. Молодец, міне. Өзі біле, осы жағдай жасап отқан келін біледі ғой десейші. Бұл кісі ашуланғанда қандай сөз айтады? Ашуланғанда саған қандай сөз айтады? Ашуланғанын білмеймін. Үндемейді, ашулансын. Өйтіп пішілей ашып жинамасайшы. Сен білесің. А? Балқашта болсын берем бар еді тұрған. Ашуланғанда не айтады саған? Өзіңе жауап берсең. Білмеймін. Ашуланбайды болсын. Так. Жоқ, ашуланбайды. Сен ашуландырған шығарсың. Мен енемде ене жоқ. Мынау өлетін жерін біледі екен. Балқаш не айтады ашуланғанда? Енем ауызсыз етпеді, ешқашан енем сау. Наоборот, мен ашуланамын ғой десе. Молодец. Міне, осындай сендерге де осындай үлкен ақша ана болуды Құдай нәсіп қылсын. Екеуің ана шетіне, екеуің мына шетіне суретке түсейік екен аналарыңмен бірге. Так, фотограф! Фотограф! Мына түрмен өмірі байымайды ғой. Осылай неғып жүрдің? Бір шығаратын біреуді қойып қойса 10 мың теңгеге. Ақша бәрін өзің алады. Ал түсір. Осы тура осылай түсір. Сосын сол суретті бір-бірден шығар. Сосын ортада отырған апаға бер. Апасы алда әрқайсысының бөлмесіне іліп қой. Ұйқыдан тұрған сайын сені көріп духысына берсін. Бірақ Балқаштың духы сынбайды ау. Молодец, осы апаларың жолын берсін, сендер де осы кісі сияқты шөбере сүйіп нәсіп қылсын.